Қайырлы күн, Алуа ханым. Я 3 күн, кеше 4 күн бойына мен осы халықаралық деңгейдегі сіздердің өтіп жатқан сабақтарыңызға, вебинарларыңыздың барлығына қатыстым. Маған осы 4 күндегі сабақтың барысында кешегі маған Аралбек мырзаның, әсіресе Жапония еліндегі өткен сабағы, Жапония елі туралы айтылған мағлұматы өте қатты ұнады. Соның ішінде мысалға біздің Қазақстанда көп жағдайда ерекше қабілетті балаларға тек біз шекарадан шықпайтын осы білім үдерісін ғана қалыптастырамыз ғой. Мысалға да жаңағы арнаулы мектептегілерден шамалы өзгешелік ғана болады да, біз сол мектеп бағдарламасымен ғана жұмыс жасаймыз. Шындық келгенде ол балдардың мысалға неге жаңағы қабілеті барын біз анықтамаймыз да. Ал маған ең басында осы Жапония еліндегі бұл балдар жаңағы қалай айтсам болады, ерекше қабілетті жандар ғой деп ысырып қоймай, оларды өндіріске дейін жетелеп апарғаны, оларды жаңағы айналып келгенде мемлекетке, Абайдың тілімен айтқанда, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан демекші, олардың әйтеуір қоғамға өзін қажетті екендігін білдіретіндігі, қажетті екендігін саналарына құятындықтары маған осы жағы қатты әсер етті. Одан кейінгі бізде мектепте көбісіне біз балаларға, алдымызда отырған оқушыларға сен олай істе, сен бұлай істе деген нәрсені көп айтамыз да. Жоқ, олай емес деген. Оказывается, балдарға билікті тастауымыз керек, өзің жет, өзің ойлар, өзің біл. Біз әлі сол баяғы үдеріспенен жоқ, оны сен олай істеуің керек, бұлай істеуің керек дейміз. Оказывается, жоқ, біз балаға барынша еркіндік беруіміз керек, баланы біз рамканың ішінде ұстамауымыз керек. Мен сол жайында жақсы мағлұмат алдым. Одан кейін сенің мынауың жарамайды, бұның болмайды, келесі жолға деген нәрсе өте айтылу барысында баланың жаңағы не болады екен. Және менің бір неғаным, тағы да байқағаным, сабақта менің өзім негізі жалпы өзім биыл 4-ші сыныпқа сабақ беремін, бірақ өзім 4-ші сыныпқа сабақ берген күнде де менде кітап оқуға құштар бала жаңағы мектепке оқуға құштар кітап аясында жұмыс жасаймыз ғой. Бірақ менің сыныпымда бар оқушылар, әрдайым оқушыларға сыныпқа кітап оқытқыздыртып отырамын, оны талдап отырамыз арасында. Қазір өзімде жаңағы сіз жібер деген екен, аяқ астынан жіберген едім, қазір шындап келгенде мен сабақта отыр еді.